Елде омикрон штамының таралуы өршіп, эпиджағдай ушығып, Түркістан облысынан басқа бүкіл өңір қызыл аймақта тұрғанына қарамастан, бизнес үшін карантиндік шектеулер жеңілдетіліп жатыр. Бүгінгі отырыста үкімет осындай шешім қабылдады. Денсаулық министрі Ажар Ғинияттың айтуынша, пандемияның бүкіл кезеңінде отандық бизнеске мұндай ауқымды жеңілдік жасалмаған. Өз кезегінде премьер-министр Әлихан Смайылов бизнеске бөгет жасамай туындаған проблемаларды бірге шешуіміз керек деді. Енді кәсіпкерлік субъектілерде жасыл және көк статусы бар келушілерді кіргізетін барлық аймақта, барлық нысанда жұмыс уақыты бойынша шектеу алынып тасталды. Қазақстанда коронавирустың омикрон штамы тез тарап жатыр. Соңғы тәулікте ковид жұқтырғандар саны 9 мыңнан асып жығылады. Түркістан облысынан басқа өңірлер түгел қызыл аймақта тұр. Бұл ел ішінде карантиндік шектеулерді күшейтуге әкеп соққан еді. Алайда президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке бұл шектеулерден бизнес зардап шекпеуі керек деген тапсырма берді. Бүгінгі отырыста Қазақстанның бас дәрігері эпиджағдайдың ушығып тұрғанына қарамастан кәсіпкерлік субъектілері үшін карантиндік шектеулер жеңілдетілетінін мәлімдеді. Министр Ажар Ғиният бұл орайда бизнестің қауіпсіздік шарасын сақтайтынына үміт артады. Мұндай жеңілдік пандемия кезінде болмаған еді дейді ол. Енді ойын-сауық сауда орталықтары, қоғамдық тамақтану орындарына жасыл мен көктер емін-еркін еш шектеусіз бара береді. Жасыл және көк мәртебесі бар келушілерді кіргізетін барлық аймақта, барлық объектілерде жұмыс уақыты бойынша шектеулер алып тасталды. Эпидемиологиялық қауіп аймағына қарамастан, ашықта тек жасыл мәртебесін пайдалану кезінде салтанатты еске алу, спорт шаралары, көрмелер, форумдар шектеулерсіз өткізіледі. Спорт кешендерінің сауықтыруы мен діни объектілерінің, ойын-сауық объектілерінің, сауда ойын-сауық объектілерінің, сауда желілерінің қызметіне шектеу қойылмайды. Пандемияның бүкіл кезеңінде бизнестің барлық салаларында карантиндік шаралардың мұндай кең ауқымды жеңілдіктері болған жоқ. Не керек, әуежай, банктер, халыққа қызмет көрсету орталықтары, спа салондары, бір сөзбен айтқанда барлық нысанда есік ашық. Сондай-ақ жасыл аймақта шектеулер алынып тасталады. Мейрамханалар, мәдени объектілер, балалар мен ересектер үшін ойын-сауық орындары бойынша толымдылық сары аймақта 70%-ға дейін, қызыл аймақта 60%-ға дейін ұлғайтылды. Өз кезегінде премьер-министр бизнестің жұмыста кедергі жасалмауы керектігін еске салды. Сонымен қатар, коронавирустық таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия Атамекен палатасымен бірге мемлекеттік басшысының бизнеске арналған карантиндік шектеулерді қайта қарау жөніндегі тапсырмасын ескере отырып, тиісті шараларды әзірлеу қажет. Бизнестің жұмысына бөгет жасамай, туындаған проблемаларды бірлесіп шешуіміз керек. Денсаулық сақтау министрлігі мен әкімдіктер вакциналау және ревакциналау жұмыстарын күшейту тиіс. Ералы Оқпанұлы, жалпы бақылау сізде. Сондай-ақ денсаулық сақтау министрлігі омикрон штамы жылдам таралып жатқандықтан карантин мен ашықтағы статустың өзгеру мерзімін қайта қарастырды. Енді бұрынғыдай 14 күн карантинде қамалып үйде отырмайсыз. Карантин мерзімі 10 күнге дейін қысқарды. Егер 7 тәуліктен кейін ПЦР тест нәтижесі теріс көрсетсе, карантин аяқталады. Егер қандай да бір себептермен 7 тәуліктен кейін тест тапсырылмаса, онда карантин қосымша тест тапсырусыз-ақ 10-шы күні аяқтала береді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.